Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін еліміздің жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының басшыларымен кездесті. Соның ішінде хабар агенттігінің құрамындағы телеарналардың жайымен де танысты. Әр жарты сағат сайын жаңалық таратуда көш бастап тұрған Хабар 24 арнасының тың жобалар туралы айтылып, алдағы атқарылар жоспар сараланды. Бұл ретте еліміздегі жер жаһандағы жаңалықтарды жан-жақты жеткізу барысында атқарылып жатқан істер баяндалды. Сондай-ақ елбасы Хабар 24 телеарнасын еліміздегі ең басты ақпараттық арна екенін жеткізіп, нақты ұсыныстарын алға тартты. 24 хорошие, я смотрю, новостные каналы хорошие. Но это главный информационный канал, достоверную, совершенно объективную информацию. Пусть рассуждает каждый. Ақпарат құралдары, оның ішінде теледидар, мемлекеттің қолындағы насихат, үгіт құралы болып саналады. Дұрыс жолға салу үшін, қисық жолдан алып кету үшін. 30% үйленген жастар ажырасады. Проблема ма? Проблема. Қазақтың жастары әке-шешесін анау шалдардың тұратын үйіне апарып тастайтын болды. Ондай еш уақытта болмайтын. Соларға арналған, конечно, бұл жерде драматургия керек. Жаңағы сериалдарының сондай мағынасы болатын болса, елдер қарап отыратын болса, мынандайдан шығудың қандай жолдары бар екен деп аяқ жағында шешіп кетсеңдер, тамаша болар еді. Осындай түпкілікті керек, жұртқа қажетті темаларды көтеріңдер. Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы іргетасы қаланып, Қазақстанның бас арналарын бір жерге тоғыстырған Қазмедиа орталығының ахуалымен де танысты. Бірнеше бағдарламалардың студияларына бас сұқты. Елбасы түнгі студия бағдарламасының аудиториясын көзімен көріп, телевизия саласындағы тың жобаларға өз бағасын берді.